Неймар Еуропадан кетіп, Сауд Арабиясына көшкеніне көп жанкүйер әлі сене алмай жүр. Бразилиялық талант ПСЖ-дан неге кетті? Еуропада өзін қай клубтарға ұсынды және ең маңыздысы, Сауд Арабиясындағы өмірі қандай болады? Бұл екінші тайм арнасы. Мен Есет Төлеш. Қымбат үй, қымбат көліктер, жалпы патша өмірі Неймардың алдағы 2 жылы дәл осылай өтеді. Келісімшартта тағы қандай қызықтар жазылған? Бүгін осы жайында сөйлесеміз. Кеттік. Неймар сияқты қымбат көліктермен жүргіңіз келе ме? Онда біздің достарымыз TNS KZ ұйымдастырып жатқан 30 ойынға қатысыңыздар. 1 тамыздан бастап Zikr 001 және Volkswagen ID4 электр карларын ұтып алуға мүмкіндігіңіз бар. Ол үшін бәс тігіп, сары және қызыл купондарды жинасаңыз жеткілікті. Купон көп болса, электр карлардан бөлек фрибеттер, Apple техникаларын жеңіп алуға да мүмкіндігіңіз көп болады. Толығырақ ақпарат алып қатысамын десеңіздер, төменде сілтемесін қалдырамын. Сәттілік. Осы аптадан бастап Неймар ресми түрде Аль-Хилаль командасының ойыншысы атанды, ал келісім шартта түрлі қызық бар. Оны Foot Mercato басылымы толығымен жариялады. Сауд Арабиясында Неймардың өмірі қандай болады және келісім шартта қандай детальдар жазылған. Бірінші кезекте үй, баспана мәселесінен бастайық. Келісім шартта бұл жайында да ақпараттар бар. Неймардың Эр-Рияд қаласында кем дегенде 25 бөлмеден тұратын жеке үйі болады. Жеке үй емес, патша сарайы. Ол жаққа өзі ғана емес, достарын да, отбасын да алып келмек. Оның ішінде әрине қызметшілері де болуға міндетті. 25 бөлмелі патша сарайында 40-та 10 бассейн және 3 сауна болуы қажет. Одан бөлек Сауд Арабиясында өз үйінде жүргендей, өз елінде жүргендей сезінсін деп, келісім шартта Бразилиядан арнайы су-шеф алып келу көрсетілген. Яғни өзінің ұлттық тағамдарын жеп жатады. Одан бөлек Неймардың үйіндегі тоңазытқышта міндетті түрде футболшының сүйікті сусыны асаи және гуарана экстракты бар сусындар болуы керек. Келесі сөзде оны қалай айтты екен? Менің өзінің сүйікті сусыным бар, соны әкеліп беріңдерші деп айтам екен. Негізі мынандай айлыққа өзі сатып алуына да болатын еді ғой. Жарайды. Неймардың көліктері қандай болады? Аль-Хилальдің басшылығынан ол 8 көлік сұрапты. Оның үшеуі Неймардың өзіне. Бұлар $240 мың тұратын Bentley Continental GT, $200 мың асатын Aston Martin DBX және $212 мың Lamborghini Huracan. Huracan шығар енді, мұндай қымбат көліктерді көп айта бермейміз ғой. Одан бөлек 4 Gelenwagen және 1 Mercedes фургонын сұрапты. Мұның бәрі Неймардың достарына, отбасына, әр көлікте өзінің жеке жүргізушісі болуы қажет. Бұл аз десеңіз, Неймар саяхаттау үшін арнайы жеке ұшақта болады. Неймар мейрамханаға барса, қонақ үйге барса, жалпы кез келген ойын-сауық орталығына барса, барлық шығынды Аль-Хилальдің өзі өтеп беруі керек. Ішейік, жейік, Аль-Хилаль төлесін деген ғой шамамен. Сауд Арабиясы Неймарды алып келу үшін оның заң бұзуына да рұқсат беріп отыр негізі. Ел билігі Неймарға сүйіктісі Бруно Бианкардимен некесіз бірге тұруға рұқсат берген. Осындай әлемдік деңгейдегі жұлдыздар келген кезде Сауд Арабиясы өзінің заңын сәл ығыстыра тұрады, себебі бұған дейін Роналду да Аль-Насрдың сапына ауысқан кезде сүйіктісімен бірге некесіз үйленбей бірге тұра беруіне көз жұмып қараған еді. Аль-Хилаль алдағы уақытта әр жеңісі үшін Неймарға 80 мың евродан төлеп отырады. Бұл аз десеңіз, Instagram парақшасында Неймар Сауд Арабиясын мақтап бір пост жасайтын болса, әр пост үшін 500 мың евродан алып отырады. Қазірдің уақытында бразилиялық ойыншы ақша табуды бастап кетті, себебі Instagramда кірсеңіз, Аль-Хилаль Сауд Арабиясы туралы 4 бірдей пост бар. Олар үшін енді қанша бергені белгісіз, дегенмен Неймарды алып келгеннен кейін Сауд Арабиясы өзінің туризмінде тығып жіберуді жоспарлаған секілді. Ал енді ең бастысына келдік. Дәл осы шарттарды қарасаңыз, Неймарға негізі жалақы да керек емес секілді. Тамағы бар, ішетіні бар, қыдыратынын Аль-Хилаль төлейді, үйі бар, көлігі бар. Ақша не керек? Ал ақшада аз емес. Алдағы 2 жылдық келісім шартта Неймар 320 миллион евро табады. Яғни жылына 160 миллион евро. Бұл дегеніміз жылына 80 миллиард 541 миллион теңге. Айына бөлсеңіз 6 миллиард 700 миллион теңгеден шығады. Апта сайын 1,5 миллиард теңгеден асып тұр. Күніне 239 миллион теңге. Сағатына шамамен 10 миллион, минутына 166 мың, секундына 2774 теңге. Міне Неймар Сауд Арабиясына дәл осы үшін барды. Патша өмірі үшін 25 бөлмелі сарай, 8 көлік, қымбат сыйлықтар алып жатыр. Аль-Хилальмен бірге Сауд Арабиясын жеңіп аламын деп бармаған шығар. Енді Неймар мен Роналду көрші болуы мүмкін. Себебі Аль-Хилаль да, Аль-Наср да негізі Эр-Рияд қаласынан. Эр-Рияд дегеніміз Сауд Арабиясының астанасы және ең үлкен қаласы. Расын айтқанда, Азиядағы өте көрікті қалалардың бірі. Тек Неймар үшін бір жаманы
Сауд Арабиясында покерге тыйым салынған. Еш жерде покер фишкалары сатылмайды, дегенмен бәрібір Неймар соның бір амалын табатын сияқты. Неймардың Аль-Хилальдегі жаңа әріптестері кім болады? Бразилиялық талантқа дейін бүгінде бұл командаға Малком, Рубен Невеш, Сергей Милинкович Савич, Калиду Кулибали, Буну ауысып үлгерді. Енді алдағы уақытта Фулхемнің жабылушысы Александр Митрович те Аль-Хилальдің жейдесін киіп қалуы әбден ықтимал. Аль-Хилаль ғажайып фанаттары бар өте үлкен клуб, бүкіл Азиядағы үздік команда. Дұрыс шешім қабылдадым деп ойлаймын. Қажет уақытында өзіме дұрыс клубты таңдадым. Мен жеңіске жетіп гол соққанды жақсы көремін. Мұны Сауд Арабиясында Аль-Хилаль сапында жалғастырамын. Неймарды негізі бүкіл жанкүйер сынап жатыр. Оның ішінде қазақстандық фанаттары да бар. Себебі ол футболды емес, ақшаны таңдап кетті деп айыптайды. Ал негізі Неймар ПСЖ-дан неге кетті? Естеріңізде болса, өткен маусымның соңына қарай ПСЖ фанаттары Неймардың үйінің алдында жиналып, командадан кет деп ұрандаған болатын, митинг жасады. Содан кейін қалай кетпейсің? Оның үстіне Чемпиондар лигасындағы 2 жылдық сәтсіздіктен кейін Месси, Мбаппе, Неймар үштігі біраз сынға қалған болатын. Мбаппе мен Неймардың арасындағы да арақатынас сәл шытынайын деген лекеп ақпараты бойынша Килиан Мбаппе ПСЖ сапында Неймардың қалғанын қаламапты. Бразилиялық ойыншы да негізі расын айтқанда бірден Сауд Арабиясына кеткен жоқ. Біраз уақыт Еуропада қалудың амалдарын іздеді. Алдымен Манчестер Юнайтедке, Баварияға өзін ұсынған, дегенмен ағылшын және неміс гранттары оны өз қатарына қосқысы келген жоқ. Одан бөлек біраз уақыттан бері Барселонаға оралғысы келіп жүрді. Тіпті каталониялық команданың басшылығы да Неймарды тым болмаса жалға алу жағын қарастырған еді. Бірақ Барселонаның бас бапкері Хави бұл трансферге тыйым салды. Дегенмен Неймар алдағы уақытта Еуропаға оралуы мүмкін. Әрине өзінің дәл қазіргі мақсаты солай болып тұр. 2 жыл бойы Аль-Хилальдегі келісім шартын түгелмен аяқтап, 2025 жылы Еуропаға Барселонаға оралғысы келеді. Себебі ол өзінің ойын деңгейін көтеруі керек, қайтадан назарға ілігуі қажет. Өйткені 2026 жылы әлем чемпионаты тұр. Соған қатысқысы келіп отыр. Бірақ 2 жылдан кейін 33 жасында ол Еуропаның қандай топ клубына керек болатыны белгісіз. Бір өкініштісі, негізі көптеген жарақатына қарамастан Неймар нағыз бабында кетіп қалды Еуропадан. Өткен маусымның өзінде ПСЖ сапында барлық турнирде 29 матчқа қатысты, 18 гол соқты, 17 нәтижелі пас берді. Ал былтыр маусымды қалай бастаған естеріңізде ме? Әлем чемпионатына дейін Франция біріншілігінің өзінде алғашқы 14 матчта 11 гол соғып, 9 нәтижелі пас беріп тастаған. 14 матчта 20 ұпай бұл. Әрине бұл жерде бір түсініктісі бар. Неймарды футболдан көрі сауық кештері, карнавалдар, покер турнирлері, жаңа татуировкалар көбірек қызықтырады. Нағыз бразилиялық адам ғой енді ол. Осылайша Неймар Құдайдың өзі берген дарынын, талантын пайдалана алған жоқ. 31 жасында Аль-Хилаль сапына ауысып отырғаннан кейін карьерасын ерте аяқтады деуге де болатын шығар. Алтын доп ақыр ала алған жоқ. 8 жылдан бері Чемпиондар лигасында да жеңіске жете алмай жүр. Бразилияға әлем чемпионатының кубогын сыйлай алған жоқ. Оның қасында тіпті Америка кубогын да жеңіп көрмеді. Бірақ ол жанкүйерлерге футбол сыйқырын сыйлады. Ол футболға сәл кешігіп келген сияқты көрінеді маған. Себебі қазіргі уақытта, қазіргі футбол дәуірінде финтке қарағанда командалық прессинг, командалық пас алмасу маңыздырақ. Ал Неймардың ойын стилі мүлдем басқаша. Оған командалық прессинг, қысым деген аса қызық емес. Оның жасайтыны фокустар, футбол фокустары, магиясы. Жанкүйерлер де Неймарды негізі кезінде сол үшін жақсы көрген болатын, және қазір де сол үшін жақсы көреді. Бүгінге осы Неймардың Сауд Арабиясындағы өмірі осындай қызық болайын деп тұр. Футболға қарағанда сауық кештері көбірек болатын сияқты меніңше. Неймардың Аль-Хилаль сапына ауысуын қалай бағалайсыздар? Өздеріңіздің пікірлеріңізді жазыңыздар комментарийде, лайк басыңыздар, YouTube каналымызға жазылып қойыңыздар. Сау болыңыздар.